Хорошо. Сейчас пока. Сейчас. Начало. Ребята, держи камеру. Тур. Тур, сен тур. Ақтау қоп. Давно лишишь. Окей. Сейчас минуту. Начинать нам? Да, можете начинать. Говорим сюда. Саламатсыздар, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің атым Бақтиева Тамара Көппенбайқызы. Мен Ашқұр ауыл әкім аппараты мемлекеттік мекемесінің өкілімін. Қоғамдық таңдаулар өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық таңдаулардың төрағасы. Бүгін 2025 жылы 14 мамырында ашық жиналысқа Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы Ақтау тұзсыздандыру зауытының құрылысы жобасы шығарылды. Қоғамдық тыңдаулар ашық деп жариялайды. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы мемлекеттік және орыс тілдерінде қоғамдық тыңдаулар хаттамасының сапалы жасалуына жауапты болады. Оған қол қояды. Сондай-ақ оның 2 жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталға жүктелуін қамтамасыз етеді. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауды ұсынамын. Мен Исмағұлова Айгүл Еркешевнаны сайлауды сұраймын. Дауыс бересің бе? Қатысы бар ма? Жоқ. Бірауыздан сайланды. Мен күн тәртібін ұсынамын. Бірінші, жоба материалдарын баяндама нысанында қарау. Ұсынылған ереже 10 минут. Екінші, сұрақ-жауап. Барлық тілек білдірушілер баяндамашыға сұрақтар қойып, жоба бойынша өз пікірлерін айта алады. Ұсынылған ереже 10 минут. Үшінші, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу. Ұсынылған ереже 5 минут. Сұрақтарыңыз бар ма? Докладты оқуға рұқсат етсеңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Негізгі жобалық шешімдер. Жобалық шешімнің мақсаты Ақтау қаласы мен Түпқараған ауданында ауыз су тапшылығын жабу. Мақсатында тәулігіне 20 мың метр куб, сағатына 833 метр куб, жылына 7 миллион 300 мың метр куб ауыз су өндіру объектісін салу болып табылады. Жобалық есептік өнімділік тәулігіне 20 мың, сағатына 830, жылына 7 миллион 300 мың құрайды. Теңіз суының температурасы 15 градус, және бастапқы теңіз суының бұлттылығы 25 градусты аспайды. Тұтынылатын судың мөлшері жоғарыда көрсетілген және жылына 811.030 метр кубты құрайды. Технологиялық желі тәулігіне 24 сағат үздіксіз жұмыс режимінде 2500 метр куб тәулік таза ауыз су алуға арналған. Барлығы 8 технологиялық желі. Мұнда пермайттың жалпы шығымы тәулігіне 20 метр кубты құрайды. Зауыт аумағында суды микроэлементтермен байыту үшін 12 дана ұңғыма бұрғыланады. Тереңдігі 18 метр, құбыры диаметрі 110 мм. Құрылыстың бастауы 2025 жылға жоспарланған. Құрылыстың жалпы есептілігі ұзақтығы 17 айды, оның ішінде дайындық кезеңі 2 айды құрайды. Құрылыс нысанындағы жұмысшылардың жалпы саны 197 адамды құрайды. Пайдалану кезеңі 2026 жылы беріледі. Кәсіпорындағы жұмыс режимі тәулік бойы ауыз суымен жылына 360 күн. Қызметкерлердің жалпы саны бір күндік ауысымда 22 адам, түнгі ауысымда 15 адамды, көп ауысымда 22 адам құрайды. Аудан әкімшілік жағынан Ақтау қаласына, Маңғыстау облысына, Қазақстан Республикасына жатады. Ең жақын тұрғын аймаққа дейін атап айтқанда Ақтау қаласы 5083 км және Ақшұқыр ауылы 3218 км. Каспий теңізі жобаланатын объектілерден шамамен 200 метр қашықтықта орналасқан. Жобаланатын объект су қорғау аймағы шегінде орналасқан.
Объектінің атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Құрылыс кезінде барлығы 4 ластану көзі болады. Оның ішінде 1 ұйымдастырылмаған және 3 ұйымдастырылған. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың 30 атауы бөлінетін болады. Стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығындылардың жалпы көлемі жылына 3,95954,62,66 тонна құрайды. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаны барлық ингредиенттер бойынша көздер құратын жер бетіндегі концентрациялардың таралуын есептеу нәтижелері санитарлық қорғау аймағы мен тұрғын аймақ шекарасында жер бетінде қабаттағы ең жоғары концентрация 1 ПДК-дан аспайтынын көрсетеді. Объектілердің су ресурстарына әсерін бағалау. Құрылыс кезінде сумен жабдықтау көзі әкелінетін ауыз су бөтелкедегі су. Сумен жабдықтау жақын маңдағы елді мекендерден су әкелу арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу автокөлікпен санитар-эпидемиологиялық нормалардың мемлекеттік жүйесінің тиісті құжаттарымен жүргізіледі. Су 9 литрлік ыдыста сақталады. Құрылыс кезінде жылжымалы дәретхана кабиналары қолданылады. Объектілердің құрылысы аяқталғаннан кейін ауладағы дәретханаларды бөлшектегеннен кейін дезинфекциялық іс-шара жүргізіледі. Құрылыс кезінде су тұтыну және су бұру көлемі жылына шамамен 4522-де 26 метр кубті құрайды. Пайдалану кезінде теңіз суын алу қолданыстағы су құбырынан жүзеге асырылады. Арнаның ені 8-де 2 метр, ұзындығы 350 метр, тереңдігі 18 метр, ал сүзгі бөлімі 150 метр. Тұрмыстық кәріз жүйесі санитарлық құрылғылардан ағынды суды жинауға және бұруға арналған. Ғимараттардан тұрмыстық кәріз гравитациялық құбыры арқылы септиктерге жіберіледі және бұдан әрі автокөлікпен қолданыстағы тазарту құрылыстарына жіберіледі. Септиктер шаруашылық тұрмыстық кәрізді жинақтауға және ішінара жарықтандыруға, кейіннен тазарту құрылыстарына әкетуге қызмет етеді. Септикалық резервуар диаметрі 1,5-2 мм дөңгелек құдықтардан тұрады. Алаңдардан ағындар ауырлық күшімен құбырлар мен ұңғымалар арқылы дренаждық ыдысқа жіберіледі. Пайдалану кезінде су тұтыну және су бұру көлемі жылына шамамен 18,997,885 метр куб құрайды. Жоба Каспий теңізіне тәулігіне 42,000 метр куб. Кәсіпорындағы төгінділер буландырғыш тоғандарда қарастырылған. Буландырғыш тоғандарда ағызылатын судың көлемі тәулігіне 20 метр куб. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қоршаған ортаға әсерін бағалау. Қалдықтардың мынандай түрлері түзелетін болады. Аралас коммуналдық қалдықтар, бетон қалдықтары бар немесе қауіпті заттармен ластанған қаптама 03-01-04 көрсетулерінде қоспағанда үгінділер, жоңқалар, кесінділер, ағаш, ВСП және фанералар, қағаз және картон қаптама, дәнекерлеу қалдықтары, қара металлдардың шаңы мен бөлшектері, сіңіргіштер, сүзгі материалдары. Құрылыс кезінде түзелетін қалдықтардың көлемі жылына 10,128,589 тонна құрайды. Объектінің пайдалану кезінде қалдықтардың мынандай түрлерін түзелетін болады. Жоғарыда көрсетілген қалдықтар және пайдалану кезінде түзелетін қалдықтардың көлемі жылына 229,75-79 тонна құрайды. Жобада қалдықтарды көму көзделмейді. Қоқысты жинау үшін арнайы асфальтталған және қоршалған алаңдарда қақпағы бар металл контейнерлерде көзделген. Қалдықтарды аралас жоспарланған қызмет алаңында жасыл желектер жоқ. Жасыл желектерді бұзу қарастырылмаған. Жұмыс жобасы жасыл желектерді отырғызуды жоспарлап отыр. Қаралып отырған жұмыс жүргізу учаскесі орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері болып табылмайды. Қазақстанның қызыл кітабына сондай-ақ сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген тізімге енгізілген өсімдіктер мен жануарлардың ерекше қорғалатын түрлерін жалпы жұмыс жүргізу ауданында табылған жоқ. Жұмыс жүргізілетін ауданында жануарлар дүниесі өкілдерінің іс жүзінде қоныстануы жоқ және олардың көші-қоны жолдары жоқ. Жалпы жобалық шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта компоненттеріне әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Нені көрсетіп жіберейін қатша ретінде.
Презентация. Барлығы 8 беттен тұрады. Жоқ, 10 беттен тұрады екен. Ары қарай сіз мана жабық деп жариялап жүрсіз. Сұрақ бар ма екен? Сұрағыңыз бар ма? Жоқ, сұрақ жоқ. Дауыстан қолдаймын. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жарияланды. Рахмет. Сейчас минуту кішкене. Мына жерде регистрацияны бір көрсетіп жіберейін. Подождите. Замечание жоқ. Мына жерде бір замечание қалып қойған екен. Бірақ бұл замечание мана управление предпользования министерстводан келген, орысша жазылған. Соны оқуға рұқсат етіп жүрсеңіздер, мана. Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК Департамента экологии по Московской области. Первое замечание. Провести анализ текущего состояния компании окружающей среды на территории в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фонового исследования, если таковые имеются у инициатора. Необходимо представить актуальные данные отходы производства и потребления, провести анализ или инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности, определить классификацию и методы переработки и утилизации всех образуемых отходов, предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с законодательством РК для безопасного хранения и недопущения смещения отходов, предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов и снижению объемов образования, привести анализ текущего состояния атмосферного воздуха на территории, которой предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результатов фонового исследования, если таковые имеются у инициатора. Провести инвентаризацию выброса загрязняющих веществ с указанием объема, класса опасности и источников загрязнения веществ. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха недропользователей при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении своих и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по их назначению. До начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодотворные слои почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель. Проводить рекультивацию нарушенных земель. В целях охраны земель собственников земельных участков и землепользователь обязан проводить мероприятия по защите земель, защите от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами. Их распространение, зарастание, сорняки, кустарники и мелколесень, а также от иных видов улучшения состояния земель. Ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного и захламленного. Рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почвы, своевременного вовлечения земель в оборот. Необходимо указать полную информацию о источниках вод, указанных в проекте, с конкретным указанием месторасположения, картосхемы, мощности, характеристики. Также необходимо предоставить информацию о проводимых исследованиях, точек отбора для проведения исследований, результаты, содержание источников вод в начальной и конечной пунктах. В соответствии с требованием пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса Республики Казахстан не допускается сброс источников вод независимо от степени их очистки поверхностного водного объекта в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания. Представить информацию об очистке источников вод для сброса, так как в соответствии с экологическим кодексом запрещается сброс источников вод в открытые водные объекты без очистки. Необходимо провести информацию на сайте на дальнейшее использование животного концентрата.
замечаниясы оқылды. Айгүл, повестка дня голосовать етсін. Мана басында қалып қойыпты. Где-то повестка. Күн тәртібі мана қол көтерілген. Оқыды ғой. Жоқ, қол көтерілген жоқ дейді. Көтерілді. Қара, WhatsApp-қа жазып отыр. Көтерілді. Галина, мы уже проголосовали насчет этого, как там? Мгм. Регламента, да? Все Да, хорошо. да. Вопросы теперь есть? Вопросов нету? Нету вопросов. Все. Председатель надо закрыть, пожалуйста, слушание. Тағы қайтадан. Мына қорытынды мүдделі мемлекеттік органдардың және жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрініс табатын болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жарияланды. Все, рахмет. Рахмет. Все, закрыли. Все, спасибо большое всем. Спасибо. До свидания.